Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айткүл. Бүгін сіздерге қарыннан жасалынған өте тез дайын болатын салат түрімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Салатымызға қарын, 3 дана сәбіз, укроп, көк пияз, кинза, 3 дана сарымсақ, май, түрлі дәмдеуіштер, кориандр, зіре, паприка және де соя керек болады. Әуелі қарнымызды алып, 4 бүршек немесе ұзыншақ етіп турасаңыздар болады. Және сәбізімізді алып, өткіштен өткіземіз. Өткішті қолданар кезінде сақтық шараларына мән беріңіздер. Және кинзаны, укропты және көк пиязымызды жақсылап турап аламыз. Өз қалауларыңызша аскөк қолдана берсеңіздер болады. Мен үйде бар аскөкті қолдандым. Және 3 бас сарымсағымызды өткіштен өткізіп аламыз. Немесе майдалап турасаңыздар да болады. Бір ыдысты алып, үлкендеу ыдысымызға туралған қарынымызды саламыз. Сосын өткіштен өткізілген сәбізімізді де салып аламыз. Аскөгімізді саламыз. Және түрлі дәмдеуіштерді саламыз. Мен китайский тұз қостым, ол да бір ерекше дәм береді. Сарымсақ қостым. Және де алдын ала отта майымызды қыздырып алып қосамыз. Және бір ас қасық соямызды қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді және де тез дайын болады. Осындай рецептілерді көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.